алады деген сұрақ пайда болды. Негізі әкем 7 атадан бері жалғызбын дейтін. Енді бір баладан ары қарай ұрпақ жалғастырып келе жатқан. Өзім әкем 14 баладан қалған жалғыз ұл екен, кенжесі. Енді ашаршылық болды кезде. Әкем өзінің шешесін арқалап келе жатып, бір мерімді кісілердің үйіне жолығып, мынау не қап көтеріп жатқан кім деп, жаңағы 12 жасар бала ғой. Сол үйді паналап, жалғыз ұл болып қалдым деген сияқты әңгімелерін естіп жүретін. Одан өзінің 12 баласы болса да, 3 ер бала ер жетті, семьялы болды деген сияқты. Соның ішінде кенжесінің ғана бір ұлы болды. Совет қоғамында жаңағы көп бала болмайтын жағдайға келіп қалдық қой. Одан бір ұлдан бір ұл пайда болды. Келін ауру, жаңағы жас кезде адамдар, қазір жас адамдар аурушаң ғой. Содан қорқып кеттім, 8-ші атаға жалғыз болып жалғасып жатыр ғой деп. Осыны айтып, қатын құран шығарттым. Қатын құран шығартқанда 3 атаны 7 атадан бастап жазып бердім. Енді нағашы жұрты, өз жұрты деген сияқты соныменен құрсақ шашу бердім. Одан кейін тағы да бір ұлды болды. Сөйтіп Аллаға шүкір, Құдайдың берген 3 немере, бала көтерді. шөбере. Жақсы, шүкір. Келінім де қолына білезік салады, қолының емсектігі бар. Шынар деген жақсы, әп-әдемі келінім бар. Жақсы, шүкір, Аллаға тәуба. Өзіңіз апай кітап жазады екенсіз. Жазушылық одағында нетпес па? Жазушы одағында өзіңіз бай жазып жүрдіңіз ба? Негізі жазушылықты мақсат қылған жоқпын. Шынын айтсам. Көріп жүрген нәрселерімді халыққа бір тиеме деген мақалалар жазып жүретінмін. Ақбосаға деген газетте. Сол кісі тренерім сияқты ай сайын шығады өзі газет бар болған. Ішінде мен жүрем. Соны кейде қиялдап қоям ғой. Ақша жетіспеген кезде. Қап мынау айына 4 рет шықса 4 рет гонорар алатын. Солай жетілгендігім шығар енді қазір Аллаға шүкір. Біраз кітаптарыңыз жарық көрген кітаптарым бар. Біраз отзывы да жақсы жаздыңыз деген сияқты, наның жалғас қайда деген сияқты, о кісіні неғып баспай атсыздар деген сияқты әңгімелер болып тұрады. Дүние толқын деген, ұшым Қазақстанда шығатын біраз... Балалар әдебиеті жақсы кітаптар жазып өткізім, әйел адамдарға арналған кітаптар жақсы екен жаңағы байқап қалдым. Негізгі тақырыбым сол отбасылық, негізі қазаққа басқа елдің, шетелдің адамдары қызығады. Отбасылық дәстүрі өте жақсы сақталған. Отбасы институты Қазақстанның, қазақтың сондай дәрежеде үлгі өнеге болатын өте көп. Теншинскийдің сөзі бар ғой. Қазаққа білім берудің керегі жоқ. Олардың білімі сол отбасынан басталады. Міне осыны іздеп жүредім. Ата жолында бұның бәрі тұр екен. Қалай кішкентай күннен бастап обал сауып, балаға үйретіп, үлкенді қалай сыйлау керек, кішіге қалай қошемет көрсету керек, қалай қамқорлау керек, осының бәрі бала жастан сүйекке сіңіп, осылай қалыптасады. Осы дағдымызды біз жоғалтпайтын болсақ, қазақ халқы жақсы сақталады деп есептеймін. Жақсы. Өзіңіз апай, Маркиз апай, неге барып кепсіз? Қажылыққа барып кепсіз, нелер, іліктер, суреттеріңіз, нелеріңіз? Қажылыққа қай жыл барып келдіңіз? Меккеге. 10 жылдай армандадым. Негізі 37 жасымда намазға келдім. Намазға келген кісі көшеде орамалсыз жүрмейді. Соны шолақ жең тағы ұстай алмайды. Сосын шалбар киген орамал тартқан әйелді көру күлкілі ғой. Бұл жақтары болды. Бір 10 жылдай армандап жүрдім. Өзім күлем ғой, жаңа неге шалбарын дайындап қойып алып. Мына сол кезде жасап қойғаным еді, баруға бола ма десем, иә деп қояды. Жақсы қабыл болсын. Жақсы кісілер, мен барып келдім. Әкеме, шешеме нәпіл қажылығын жасадым. Ол кісілер Совет қоғамы кезінде өмір сүрген адамдар,
ораза намазы білмей кеткен кісілер енді соны сауап болсын деп. Сауап болсын. Қабыл болсын. Үнемі осылай жүресіз ғой, кимешекпен, көшеде, үнемі кимешекпен жүрем. Көрген кісілер бұрылып келіп амандасады, сізді түсіріп алуға бола ма деп. Түсір айналайын. Мен сол осы көрсету үшін жүрмін деп. Енді бастаған біз едік қой баяғыда. Қысқартып етекті қысқартып енді қайтадан осындай неміз бар деп оған себепші болған. Көшеде бір қара киім киген келіншек алдымнан шыға келгенде құлап қалдым. Хиджаб кигендер ма? Хиджаб кигендер ма? Иә, сосын шошып кеттім енді қап-қара, қазада да қазақ өйтіп қап-қара толық киім. Қазада киеді ғой қара киім. Онда да жаңағыдай бір просвет қалдырады, толық қара киім. Сосын айналайын ау қазақ екен, өзі тұрғызып алды да мен. Сосын айналайын ау бұның не? Өзің қазақ екенсің ғой, қазақша сөйлегесін айтады. Дінге келдік қой дейді. Дінге келсең, қазақтың өзінің киімі бар ғой, жоқ ол сахналық киім ғой апай дейді. Қайдан? Сосын жоқ деп содан кейін ойландым да, біз көрсетпесек, үлкен кісілер біздер көрсетпесек, бабалар сол анау сахналық киім дейді, қазақтағындай киім болған жоқ дейді. Көрмегеннен кейін білмейді, сол халықтың көзі үйренсін деп киіп жүрмін деп сөйтіп айтам. Бәрі келіп бата беріп кетеді, әуелі шошитын. Бұрын әжелеріміз осы дәл сіз сияқты киініп жүрді ғой, бұрын біздің әжелеріміз көзіміз көрді ғой бала кезімізде. Тура сіз сияқты киініп жаңа көргенде ыстық болып кеттіңіз ғой сондай жүрегімізге. Орыстар да келіп әдейі айтып кетеді. Біз осы Алматыға келген мезгілде осындай кісілерді көретін едік. Міне нағыз қазақша киінгенсіз деп аяғымнан басына дейін қарап. Иә, жақсы. Бірақ білезікті осында келгесін салдым. Неге онша неге құмар емес едім. Білезік саған тамаққа, асқа бәрі адал болады екен ғой, таза болады екен ғой денсаулыққа. Соны естіп, сосын бұрын әжелеріміз де тақты ғой негізі. Күміс білезік алып әдейі солай тағып сөйтіп жатырмын. Жақсы. Өзіңіз қай жақтың тумасысыз, апай? Мен негізі туған жерім Атырау. Бұрын Гурьев облысы деп аталады, Қызылқоға деген жерде. Оның ішінде Тайсойған деген, Шөбі деген өте қалың, сондай жерде өмірге келдім. Кейін Тайсойған полигоны болып кетті. Бекет атаның ұрпақтары екенсіздер ау? Сол кісіге жақын. Иә. Жақсы. Қазір мына енді бір біздің қазір жүрегіміз ауырып, бір жағынан не алатын осы ата жолын шырылдап көтеріп, сол кісінің ата жолын дәстүр несін арға жалғастырып, соны қайтадан бір Ағұл қайтыс болып кетті ғой, енді Ағұл деген ата жолын бастаған кісі. Соны Байтасов Тоқберген Кескірұлы, біздің ұстазымыз, сол кісі кітаптар жазып жатыр, осы жолды қаламыз ұстап кітаптарын жазып жатыр. Сол кісіге сондай бір жаңағыдай айып тағып жатыр. Соны қаншалықты шындыққа ұласпайды ғой деп, соны жүрегіміз ауырады да бір жағынан. Соған сіз қалай қарайсыз? Негізі осы жаңағы ютубқа жіберемін деп өзім түсіріп тырысып көріп едім. Техниканың тілін онша біле қоймадым. Сосын дауыстық немен жазып жібердім. Менің жеке өз басымның пікірі, және қазақ халқы осыны қолдайды деп есептеймін. Ұрпағымыз жақсы болу үшін тырысып жатырмыз ғой. Ал Тоқберген Байтасовтың айтып жатқан әңгімесі 100% көңілге қонады. Осындай адамдар көп болса біздің ортамызда, осыны айтатын, көзімізге шығып көрсететін қазағымның жағдайы анағұрлым түзелер еді. Терең деп айтпай-ақ қояйын, мен өзім сезінгенімді ғана айтайын. Бұрынғы қазақтың тәрбиесі орнайтын болса, онда ешқандай дау-дамай да жоқ. Шаруашылықта ретіне келеді, менің ойымша. Бұрынғы қазақ халқы қалай болды? Енді араға бармай-ақ қояйық, сақ, онда ұрып еткен екен, сөйткен екен деп. Бергенді, алтын орта кезін айтсақ та, сол біраз нәрсені ұғамыз. Қаны болды, қарашасы болды, мемлекеті болды деген сөз ғой бұл. Бай болды, экономикалық жағдайын түзететін адам, жұмыс беретін, сол ауылды ұстап отыратын. Биі болды, қазіргі заң шығарушы орган деп айтуға болады.
ақсақалдары болды, сол шыққан заңды ары қарай реттеп отыратын. Сонда ауылда телісі де жоқ, тентегі де жоқ, жайбасары да жоқ, ұйқыбасы да жоқ. Сондай қоғамды орната білді қазағымыз. Бұрынғы қазақтың салты бойынша сондай үлкен территорияны алып тұрса да, осы барлығына осы жағдай болғаннан кейін, барлығы осы үлгімен жүргеннен кейін, әдеп салтты сақтағаннан кейін, осындай мемлекетке ие бола алдық біз қазақтар бұрында. Міне осыны қайтарам деп жатқан Тоқберген Кескірұлының еңбегі өте зор деп есептеймін. Бір ғана мысал айтайық. Қайсы бір жылдары Сарыәулие неге өткізді. Сонда дәрет алып кел десе,